Тима, қарашы, қар жауып тұр. Қандай бәрі әдемі, иә? Иә, қысқы күннің лебі басқа ғой, тек біртүрлі тыныш сияқты. Ой, сен тағы да күдіктеніп тұрсың ба? Бүгін ештеңе болған жоқ қой. Бірақ кейде тыныштықтың артында бірдеңе жасырынып жатады. Ой, сенің детективтің түйсігін тағы іске қосылып кетті ма? Иә, өзім де бәрін байқаймын, бірақ бүгін бәрі жақсы өтсе екен деймін. Кеттік онда, кім бірінші айналып шығады, сол жеңімпаз. Болды. Бірақ ұтылып қаласың, кінәлама. Әне мен ұттым ғой, айттым ғой саған. Ойбай, балалар, біреу кубокты ұрлап кетіпті. Не кубок? Алтын кубок, фестивалға арналған. Таңертең өзім сахнаға қойып едім. Мен ештеңе көрген жоқпын. Мен какао сатам ғой. Ештеңені байқаған жоқпын. Мүмкін біреу қалжыңдап алған шығар? Қалжыңдап па? Қалай қалжыңдайды? Ол жоқ қой. Енді не дейміз? Не дейміз енді? Тынышталыңдаршы. Не істейміз, Тима? Ең алдымен бәрін орнына қойып, айналаны тексереміз. Біреу міндетті түрде із қалдырған шығар. Сен шындап кірісейін дедің ғой? Иә, бұл жолы жай ой емес. Тима, мұнда қара, бір аяқтың ізі бар. Қызық. Сонда бір аяқпен сырғанап жүрген бе? Мүмкін екіншісін тонып шешіп қойған шығар. Әзілдеп тұрсын, ал шын мәнінде бұл кездейсоқ емес. Тима, мұнда қолғап жатыр. Қара қолғап? Дымқыл ғой, жана түсіп қалған сияқты. Кімдікі екен? Таңертең мұз айдынының қасында бір қара пальтодағы адамды көрдім. Сол болуы мүмкін. Мүмкін ол қазір де осы жерде жүрген шығар, осында. Тима, мен біреудің бізге қарап тұрғанын көрдім. Кеттік, артына қарама, тыныш жүрейік. Ал ол бізді байқаса ше? Онда біз байқамағандай боламыз. Бірақ меніңше бізге қызығып жүрген біреу бар. Қар күшейіп кетті. Ештеңе көрінбей қалды. Мына ізге қарашы, бір аяғының ізі анық, екіншісі жоқ. Мүмкін
екінші аяқта коньки емес кәдімгі етік болған шығар. Иә, мүмкін. Немесе бір нәрсені көтеріп жүріп сүрініп кеткен де болар. Ана жақта бірдеңе жылт етті. Қайда? Ана кафенің артында. Кеттік, бірақ асықпа, жай жүр. Қолғап. Бұл бірінші қолғаптың сыңары. Демек, иесі жақын жерде жүрген. Сонда ол бізді байқап жүрген шығар. Мына іздер қойма жаққа кетіп барады. Қойма ма? Онда ешкім кірмейді ғой. Міне, дәл соған күмән келтіремін. Осы жақтағы қойма ма? Иә, кеттік, іздер мына жақта. Бұл жақ қорқынышты. Жүре бер, қорықпа, мен бармын. Міне, осы жақ. Ішінде біреу бар сияқты. Тыныш, мына есікті жай ашайық. Түшкіреткен. Кім бар бұл жерде? Шық, біз бәрін көріп тұрмыз. Кофе? Мені қорқыттыңдар ғой. Кофе, сен не істеп жүрсің мұнда? Мен бе? Мына суықта какао ыдыстарымды жинап жатқанмын. Ал кубик ше? Қай кубик? Мынау бұрышта тұр ғой. Соны айтып тұрсыңдар ма? Мен оны жерден тауып алдым, біреу тастап кеткен сияқты. Сен оны қай уақытта көрдің? Таңғы жақта шығар, қар жауып тұрған еді. Мен сынбасын деп қоймаға келіп қойдым. Яғни сен ұрлаған жоқсың ғой? Мен бе? Менде какао, шоколад, кубик не керек маған? Дұрыс айтасың. Бірақ бұл істің артында біреу тұр. Қызық. Қарашы, кубикта бірдеңе ілініп қалған сияқты. Иә, кішкентай жіп қызғылт. Маған біреудің шарфының жібі сияқты көрінді. Дәл айттың, Лина апайдың шарфы осындай түсте ғой. Балалар, мұндасыңдар ма? Мен сендерді іздеп шықтым. Апай, біз кубикті таптық. Рас па? Қайда? Міне қоймада тұр. Бірақ үстінде сіздің шарфыңыздың жібіне ұқсайтын жіп бар. Мүмкін емес. Мен оны сахнада қалдырғам. Бірақ кеше сіз шарфыңызды жыртып алғаныңызды айтқансыз. Иә, кеше сахнаны безендіріп жүріп, ілініп кеткен. Бірақ мен кубикті қозғамадым. Шын айтам. Сонда кім қозғаған? Әлгі қара пальтодағы адам ше? Иә, дәл сол, бірақ оны соңғы рет мұз үстінде көрдім. Мынау не дыбыс? Мүмкін жел шығар? Жоқ. Бұл дыбыс маған бір нәрсені еске салады. Тағы
қарашы, мына іздер адамның ізі емес қой. Иә, бұл өйткені роботтың ізі. Ой, мынау ұры емес, робот қой. Кубокты жылтырап тұр деп ойлаған шығар бейшара. Ендеше бүгінгі ұры техника екен ғой. Көрдіңдер ме? Кейде ең үлкен жұмбақтардың шешімі ең күлкілі болып шығады. Сонда біз жарты сағат бойы робот іздеп жүріппіз бе? Енді оған да медаль беру керек шығар, тазалық үшін.